Әйел адамның сүт безінің ультрадыбыстық зерттеуіне қалай дайындаламыз және оны қай кезде түсіру керек? Егер сізге дәрігер тағайындаған болса, яғни сүт безінің ультрадыбыстық зерттеуі немесе УЗИ молочных желез дейміз да орысша, оны көбінесе менструалды циклдың бірінші 10 күннің аралығында міндетті түрде өту керек болады. Бар дайындық осы күніңізді санап, алдын ала дайындалып барасыз. Және дәрігерден міндетті түрде, егер тегін өткіңіз келсе, емханаға бірінші жалпы тәжірибелік дәрігер немесе терапевт дәрігерге жазыласыз, өзіңіздің шағымдарыңызды айтасыз. Егер көкірек безінің сізде қандай да бір ауырсынулары, бір бөлінділері бар болатын болса, патологиялық бір сүт бөлінеді, ірің бөлінеді және тағы басқа ауырсынады, шаншиды, немесе қандай да бір қолыңызға, яғни пальпация жасағанда бір түйір байқалса, міндетті түрде осы сүт безінің ультрадыбыстық зерттеуін өткен дұрыс. Және 40 жастан бастап бізде скринингті тексеру басталады әр 2 жыл сайын. Яғни өзіңіз үшін өткеніңіз дұрыс. Скрининг тексеруде көбінесе маммография тағайындайды. Егер қандай да бір патологиялық, яғни диагноз қойылатын болса, сізді ультрадыбыстық зерттеуге жібереді сүт безінің,